Қайырлы күн баршаңызға. Сын есімнің реттілігін осы doses.com деген сөз арқылы осы лайфхакты қолданып айыруды, яғни реттілікті сақтауды үйретейін. Сонымен ағылшын тілінде бірнеше сын есімдер келгенде міндетті түрде оның реттілігі сақталу керек. Сол реттілікті сақтағанда мен осы doses.com деген сөз арқылы есте сақтауды ұсынамын. Бірінші determine, яғни міндетті түрде д-ны қойып отырмын, өйткені біз білеміз сын есімнің және зат есімнің алдында бізде артиклі болуы мүмкін, есімдік болуы мүмкін. Мысалы n, the, my деген есімдік, your деген есімдік, her, for, this, those деген сілтеу есімдіктері және some, бірнеше деген тағы басқа да сөздер келеді. Және сондықтан мен д-ны қойдым. Сосын opinion, яғни көзқарас, мнениесі сол зат туралы. Мысалы delicious, lovely, beautiful, nice, cool. Және S ол size, размері, өлшемі, big, small, tall, huge, tiny деген сияқты. Және age, бұнда жасы деп айтпаймыз, енді мысалы ол болуы мүмкін ескі, жас, жаңа, new, древний деген сияқты сөздер болуы мүмкін. Және shape, формасы, салмағы деген сияқты, ұзындығы, round, square, дөңгелек, төртбұрыш, үшбұрыш деген сияқты. Және C ол color, түсі, жасыл, көк, blue деген, purple. O тағы да origin, шыққан жері, American, British, Indian деген сияқты. Және M ол material, неден жасалғаны, қандай материалдан, gold, wooden, ағаштан, пластик мысалы. Және purpose, яғни қандай мақсатпен шығарылды, gardening, көгалдандыру үшін, shopping, сауда үшін, сатып алу үшін деген сияқты. Енді мысал келтірейік, dress, көйлек туралы, determine, өйткені көйлек біреу, beautiful, medium, new, long, white, French, silk, wedding dress. Әдемі, орташа, жаңа, ұзын, ақ, француздық, жібек, той көйлегі деп аударуға болады. Енді осы реттілікті сақтау керекпіз. doses.com, яғни досаның компьютері компы деп сақтап алсаңыздар, осыған келтіріп жазып отырамыз. Осының барлығы да, тағы да бір рет айтамын, келуі, 9-ы да келуі мүмкін емес. 5-еуі келуі мүмкін, 4-еуі келуі мүмкін, 3-еуі де келуі мүмкін. Сондықтан, бірақ біз осы реттіліктен сақтау керекпіз. Мысалы, әдемі ақ французский ваза деп айтайық, A beautiful white French vase. Яғни ең бірінші әдемі. Бізде енді ваза болған сондықтан, ол ваза біреу, деп аламыз. Determine бізде болады. Opinion, beautiful. Beautiful. Және ақ дедік, white. Ол бізге colorға жатады, white. Beautiful, white. Содан кейін French, яғни қайдан шыққаны, французский, француздық, French, мұнда жаздым, French, француздық, ваза, vase, ол біздің зат есіміміз. Оны біз бөлек жазайық, мынадан кейін. Міне көрдіңіздер ме? Ортада мына екеуін сүріп тастаймыз. Үшеуі түсіп қалады, және материалы жоқ. Сондықтан a beautiful white French vase болады. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, қымбат ескі алтын жүзік деп айтайық, қымбат ескі алтын жүзік. Енді бірінші жүзік болғандықтан бізде қымбат дейік, қымбат бізде expensive. Дауыстыдан басталған соң determine бізде артикль n болады. N қандай? Мнение, opinion, expensive. Expensive. Және ескі, яғни age, old. Сосын алтын, ол gold, алтын, яғни бізге неден жасалғаны, біз оны материалға кірістіреміз. Gold. Және жүзік, ring. Сонда n, ол бізде determine, expensive, opinion, яғни
осы затқа қатысты көзқарас, иә, мнение expensive қымбат деген сөз, және ескі ол оның жаңағы несіне жатамыз, жасы демейміз енді, қалай айтамыз енді, ескі дегенде бір сипаты да соған жатады, age, және ал материалы қандай, алтыннан жасалған, gold, және ring, ол біздің етістігіміз. Осылай осы досыз комп арқылы сіздер кез келген сын есімнің реттілігін дұрыстап қойып шыға аласыздар. Бұны керісінше орнын ауыстыруға ешқандай да болмайды, ол қате деп есептеледі. Сондықтан барынша осы лайфхакты сақтаңыздар, естеріңізде ұстаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк, коммент қалдырып кетіңіздер. Келесі осы жерде мынандай жаттығулар бар. Осыны өз бетінше орындап, жаттығып көріңіздер. Кездескенше сау болыңыздар.